Кейде адамдар мен дұға жасап жатырмын, бірақ дұғам қабыл болмай жатыр. Неше жылдан бері бала сұрап жатырмын, неше жылдан бері дүние сұрап жатырмын, бірақ сұрағаным орындалған емес дейді. Білесіз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, адамның дұғасы қабыл бір сәтке дейін. Қай сәтке дейін? Менің дұғамды Алла қабыл етпеді деген сәтке дейін дейді. Үйтіп айттың ба болды, өзіңе шектеу қойдың. Біз дұға еткен кезде біліп қояйық, үш түрлі жауап болуы мүмкін. Я Алла сұрағанымызды береді қалаған уақытында. Бір. Екінші, біз дұға еттік, бірақ сол дұғамызбен Алла қабыл етеді де басымызға келе жатқан бір бәлекетке қорған ретінде оны қайтарып жібереді. Ал біз дұғам қабыл болмай жатыр деп ренжиміз. Мүмкін сол дұғаң арқылы басына келе жатқан бәлекетті қайтарған шығар. Үшінші жол, оны ақиретке салиқалы амал ретінде жинай береді. Яғни ертең біздің таразымызға салып бізді құтқарып алу үшін. Мұсылмандар ертеңгі күні соны көрген кезде Раббым, сұрағанымның бірін бермей, бәрін ақиретке жинағаныңда ғой деп өкінуі мүмкін екен. Сондықтан сіз айтпаңыз ешқашан дұғам қабыл болмады деп. Сіздің дұғаңыз сеніммен жасасаңыз әрқашан қабыл болады. Аллах кең.